Мен Лондонға Google-дағы стажировка арқылы келдім. Қазір 3 ай бойы Google компаниясында стажировка өтіп жатырмын. Бұл менің Лондонға 3-ші рет келуім. Ең алғаш рет мектеп кезінде 10-шы сыныпта келгем. Кейін былтырда Google-да стажировка өткем. Бұл менің 2-ші стажировкам осы Лондон қаласында. Егер сіз осы IT саласында Лондонға немесе басқа да елге стажировка келгіңіз келсе, бұл салада ондай мүмкіндіктер өте көп. Европаның кез келген жеріне стажировкалар бар. Көбінесе үлкен компаниялар Google, Facebook, Amazon, Apple, Netflix, немесе тағы да басқа көп компаниялар қазір сондай студенттерге стажировкаларды беріп жатыр, ұсынып жатыр. Сіз оларға өзінің сайттары арқылы тапсырасыз, интервьюлар болады, өзіңіздің резюмеңізді дайындайсыз. Сол өзіңіздің резюмеңізді дайындап, соны жіберіп, кейін интервьюлардан өтіп, солардың барлығынан жақсы дайындалып өтсеңіз, сізге стажировка тауып береді. Яғни Лондондан болуы мүмкін, немесе Берлиннен, Дублиннан, Париждан, қазір өте көп мүмкіндіктер. Google өте үлкен компания, ол жерде неше мультиұлттық сондай үлкен компания. Және мен ол жерде Google Cloud командасында SRE мамандығы бойынша жұмыс жасап жатырмын. Қазір SRE дегеніміз бұл сол құралдардың, компанияның ішіндегі нәрселердің тұрақтылығына, сынып қалмауына, әрдайым жұмыс жасап тұруына жауап береді. Google-дағы күнделікті күнім ол таңертең таңғы астан басталады. Мен өзім 30 минуттық жерде тұрамын осы офистан. Офисқа таңғы асқа келемін. Бізде таңғы ас өте керемет. Google-да кез келген түрлі тамақтар бар. Және таңғы асқа бір келіп, таңғы ас ішіп, кейін жұмысқа келемін. Жұмыс таңертең митингтерден, яғни командамен кездесулерден, бір-бірімізді көріп, бүгінгі күнді талқылау туралы содан басталады. Кейін жұмысқа кірісеміз. Өзімнің проектім бойынша жұмыс жасаймын. Соны бітіріп, сағат 12-лерде түскі асқа шығамыз. Түскі аста да командамен бірге түскі ас ішеміз. Негізі өте қызық. Бізде сондай түскі ас, кофе ішу, командамен бірігіп, бір нәрсе ойнау, бильярд ойнау деген сияқты. Көп сол жұмыс уақытында сондай нәрселер көп болады. Ол бір-бірімізбен қарым-қатынас жақсарту үшін, немесе жұмыстан кішкене алаңдап, басқа нәрсемен басымызды ауырту үшін, сол үшін керек. Біз сағат 4-терде, 3-терде кофеге кетіп қаламыз. Кейін солай әртүрлі кездесулермен, бір-бірімізбен проект туралы бір нәрсені талқылап, сөйтіп жұмыс күні өтеді. Кейін сағат 6-ларда кешкі ас ішеміз. Бізде компанияда 3 мезгіл тамақ береді. Яғни тамақ туралы айтатын болсақ, тамақтар өте керемет. Кез келген таңдау бар. Сіз вегетарианец боласыз ба, немесе мұсылман боласыз ба, еврей, яғни кашер боласыз ба, барлығына таңдау табылады. Өйткені компанияның басты слоганы ол, яғни әр адам өзін комфортно сондай сезіну керек. Сондықтан барлығына деген бір жағдай жасалған. Және айта кететін нәрсе, бізде осы тамақтардың барлығы тегін беріледі. Сіз таңғы астан бастап, түскі астыда, кофені баристадан іше аласыз. Осының барлығы тегін компанияда. Кешкі аста тегін. Бұл компаниядағы ең күшті нәрсе деп ойлаймын. Өйткені көп компаниялар бұндай жағдай жасамайды. Яғни сіздің қарныңыз тоқ. Қарныңыз тоқ болса, жұмыссыз да жақсы жасайсыз деп ойлаймын. Кез келген қабатта өзінің кухнясы болады. Сол кухняда әртүрлі снектар, тамақтар, шоколад, каша, орехтар, кофе, өзіңізге кофе жасап алсаңыз болады, сусындар әртүрлі, сондайлар тұрады. Бұл, яғни, әркез барлық жұмысшыларға жасалған жағдай деп ойлаймын, күшті жағдай. Сіз Google-да жұмыс жасаңыз, өзіңізді бір өте сондай комфортны сезінесіз. Одан бөлек бізде компанияда әртүрлі ойын-сауық нәрселер бар. Теннис ойнасаңыз болады, үстел теннис, бильярд ойнасаңыз болады, футбол ойнасаңыз болады, үстел футбол. Кейін PlayStation ойнасаңыз болады, ойын комнатасы бар.
және сондай тіпті шаршасаңыз escape room деген нәрсе бар. Ол жерде капсулалар бар, сол жаққа жатып ұйықтап алсаңыз болады. Яғни адамдар ол жерде ұйықтайды, кітап оқиды, ойнайды. Және ең басты тағы бір нәрсе, бізде тренажер залы бар. Адамдар келіп сол жерге шынығады, жұмыстан кейін сол стрессін шығарады, басындағы стрессін шығарады. Өте керемет. Тіпті бізде массаж процедуралары да бар. Сізге жылына 1 сағат массаж процедурасы беріледі. Сіз ол сағатты қолдансаңыз болады. Одан ол сағатыңыз бітіп қалса, ол қатты қымбат емес, жұмысшыларға өте арзан қылып қойған. Сол массаж алсаңыз болады. Былай айтқанда, офиста тіпті өмір сүре беруге де болады негіз. Офис 24 сағат жұмыс жасайды, 7 күн бойы. Кез келген кезде келіп жұмыс жасаңыз. Бірақ енді әрине work-life balance деген нәрсе бар. Қатты тым көп жұмыс жасауға да болмайды. Сол ортадағы баланс сақтау керек. Google, Amazon немесе кез келген үлкен компания сіз стажировкаға өтсеңіз, сізге бұл ақылы стажировка, яғни сізге айлық төлейді. Бұл айлық сіздің барлық үйге кететін, тамаққа кететін барлық ақшаларды яғни жабады, сізді толықтай қамтамасыз етеді. Сіз тіпті бұл айлықтан осы күнделікті жүріс-тұрыстан басқа өзіңізге кейін сақтап та қала аласыз. Кейін сізге тағы да ақша қалады, оны Қазақстанға, яғни өзіңіздің өміріңізге жеткізсеңіз болады. Бұл жағынан компаниялар сізді толықтай қамтамасыз етеді. Яғни бұл студенттер үшін өте күшті мүмкіндік деп ойлаймын. Лондонда кететін шығындар көбінесе күнделікті жүріс-тұрыс транспортқа кетеді. Бұл жерде метро дейтін өте қатты дамыған. Сондықтан күнделікті метроға, жұмысқа барып келуге кетеді. Кейін, егер сіз тамақты офистан ішсеңіз, жұмыс күндері тамаққа көп ақша кетпейді. Тек апта соңдары, сенбі, жексенбі күндері кетуі мүмкін. Кейін, яғни телефонға кетеді, күнделікті интернетке кетеді. Яғни Қазақстанда кететін нәрселерге бұл жерде де кетеді. Апта соң қыдырғанға, бір жерге шықсаңыз, басқа қалаларға барсаңыз, поездқа, сол транспортқа кетеді. Бірақ бұлай қатты кетпейді негізі. Қазақстан мен Лондонның шығындарын салыстырсақ, бұл жерде фунт болғасын теңгеге аударсаңыз, шашыңыз тік тұрып кетеді деп ойлаймын. Өйткені теңгемен бұл өте қымбатқа шығады. Күнделікті түскі асыңыз 15 фунтқа шығады. 15 фунт деген шамамен 9000 теңгедей. Бірақ бұл жердегі баға ол қатты қымбат емес. Яғни барлығы айлығыңызға байланысты. Егер айлығыңыз жақсы болса, бұның өз қатты қымбат емес. Әрине, егер тамақты сырттан ішсеңіз, өте қымбатқа шығады. Ал егер өзіңіз дайындасаңыз, бұл жердегі продуктылардың бағасы Қазақстанмен шамамен бірдей деп айта аламын. Өйткені мен кеше ғана жуа картошка сатып алғам, ет сатып алғам. Сол кезде жуаның килограммы мысалы 600 теңгеге шықты, 1 фунтқа шықты шамамен. Бұл ондай қатты қымбат емес. Яғни өзіңіз үйден пісірсеңіз, өте арзан кетеді бұл жерде. Продуктылардың бағасы өте арзан. Егер сіз осы IT саласына кіргіңіз келсе, шетелде жұмыс жасағыңыз келсе, беретін кеңестерім, 3 кеңесім, бұл ең алдымен бір жақсы база алу. Сіз жақсы жерде оқуыңыз мүмкін, немесе қазір, яғни сіздің дипломыңыз қатты еш нәрсе шешпейді, бірақ сонда да жақсы білім алу өте маңызды. Сіздің IT-дағы барлық көрсеткішіңіз ол сіздің біліміңіз, сіздің алған тәжірибеңіз. Сондықтан да ең алдымен бір жақсы фундамент, база қалыптастыру керек. Кейін басқа компанияларда, басқа жерлерде осылай тәжірибе өтіп, өзіңізге бір практика жинауыңыз керексіз деп ойлаймын. Арғарата енді өзіңіздің ұнаған салаңызды оқып, сол жерде дамысаңыз болады. Яғни сізге не ұнайды, соны тек оқи беріңіз. Сол нәрсемен айналыса беріңіз. Және тағы бір нәрсе, егер сіз шетелге шыққыңыз келсе, Европаға, Америкаға барлық нәрсе тілге тіреледі. Сондықтан да сонда шетелге шыққыңыз келсе, ағылшын тілін білу керек, маңызды.
Сондықтан да ал егер СНГ-да қалғыңыз келсе, онда орыс тілінде де жүре беруге болады. Бірақ ағылшын тілін білу керек деп ойлаймын. Барлық материал, барлық нәрсе қазір ағылшын тілінде. Ол өзіңізге де оңайлатады, оңайырақ болады, және сіздің мүмкіндігіңізді, потенциалыңызды одан ары көбейтеді. Интервьюға дайындалар алдында барлық компанияларға, IT үлкен компанияларға интервью процесі шамамен бірдей. Сіз алгоритм бойынша есептер шығарасыз, яғни код жазу, есеп шығару бұл интервьюдағы сұралатын ең басты нәрсе. Қазіргі ең кең таралған сайттар бұл LeetCode. Сол LeetCode-қа кіріп, сол жерден практика жасап есептер шығарсаңыз болады. Кейін өзіңізге манағы айтқан ұнайтын саланы біраз оқып, сол жерден тәжірибе жинап, соны оқысаңыз жетеді, және тіл білуіңіз керек. Бірақ ең алдымен, ең бастысы алгоритм бойынша есеп шығару, тіл білу, және ең бастапқы фундамент, база, кодты қалай жазу, сол нәрсе. Бұл жерге келгендегі осы жергілікті адамдармен жұмыс жасаудағы ең жалғыз және бірінші қиындық бұл тек тіл деп ойлаймын. Өйткені кейбір диалекттерді, акцентті түсінбеуіңіз мүмкін. Американдық ағылшынға қарағанда бұл жердің ағылшыны басқашалау, өзінің сіз күнделікті кітаптан оқыған ағылшыныңыздан мүлдем басқаша, өздерінің жергілікті қолданатын сөздері бар, диалекттері бар. Соны түсінуде сәл қиындық туады деп ойлаймын. Бірақ одан басқа ешқандай қиындық болмайды. Олар өте бір-біріне сондай құрмет көрсететін құрметтері өте жоғары. Сізді толықтай сол команданың мүшесі деп қабылдайды. Сізге көмек көрсетеді. Тіпті қарапайым мысал, сіз мысалы біреуге есік ашсаңыз, ол сізге thank you деп, яғни рахмет деп сізге күліп жауап береді. Бұның өзі бір үлкен бір-біріне деген құрмет деп ойлаймын. Сіздің істеген нәрсеңізді бағалайды, сізге дәл сондай құрмет көрсетеді. Бұл жағынан олармен жұмыс жасау керемет. Егер сіз енді ғана IT-ға, яғни программированияны бастап жатсаңыз, басты нәрсе бұл сол кодингтің принциптары. Барлық нәрседе, барлық тілде де көбінесе OOP бар, data structures бар, кейін жаңағы база данных барлық жерде бірдей. Өзіңізге ұнайтын тілден бастасаңыз болады, бірақ мен кеңес беретінім бұл C немесе C++, өйткені бұл ең бірінші шыққан тілдер, барлық кейінгі тілдер осыларға қарап жасалынған. Яғни C++-дан бастасаңыз болады, Java-дан бастасаңыз болады. Бірақ бұл жерде әңгіме тілде емес, әңгіме сіздің сол принциптарды үйренуіңізде. Егер осы жерден Қазақстанға алып апаратын нәрсе, енгізетін нәрсе болса, бұл нәрселер бірінші адамдардың бір-бірімен қарым-қатынасы деп ойлаймын. Адамдар өте бір-біріне құрмет көрсетеді, жұмыста да, күнделікті өмірде де арасындағы құрмет өте жоғары. Егер Қазақстанда жұмыс орындарында осындай құрмет көрсетілсе, бәлкім коррупция азаяр, бәлкім жұмыстың, яғни қабілеті, жұмысшылардың қабілеттері ашылар, потенциалдары ашылар, және толықтай индустрия дамиды деп ойлаймын. Және бұл жердегі екінші нәрсе технология деп ойлаймын. Бұл жерде технология жақсы дамыған, бұл енді бұрыннан дамыған мемлекет болғасын, Европа болғасын, технологиялар жоғары. Сондықтан көптеген нәрселер автоматтандырылған, метродағы, автобустағы кіргендегі нәрселер. Бірақ Қазақстанда да бұл нәрселер жаймен дамып келе жатыр. Бұған тек қана уақыт керек деп ойлаймын. Уақытымен адамдар бір-біріне құрмет көрсетсе, барлығы таза, барлығы честно болса, онда бұл нәрселерде өз орнымен, өз уақытымен келеді. Және үшінші нәрсе, бұл британецтердің, англичандердің өз еліне деген махаббаты, өз елін сүюі, өзінің тарихын құрметтеуі. Бұл жерде кез келген бұрыш, кез келген ғимарат бұл тарихпен, бұрынғы тарихпен байланысы бар нәрсе. Және бұл жердің адамдары
осы нәрсені толықтай сезіне алады, осыны құрметтей алады, басқаларға осыны жарнама ете алады. Кез келген бір церковьқа барсаңыз, немесе үлкен бір тауырға барсаңыз, сол жерде өзінің гиді болады, сізге соны түсіндіріп береді, музейі болады, кішкентай магазині болады. Яғни өзінің тарихын бұлар құрметтей алады. Егер біздің Қазақстанда да осы бар нәрселерімізді құрметтеп, соларды басқа елге, басқа адамдарға жарнама етсек, және ең алдымен осы патриоттық сезімді көбейтетін нәрсе, соны жақсартсақ, тарихымызды құрметтесек, аяласақ, біздің де ұлт ретінде, ел ретінде үлкен қалыптасатынымызға сенемін. Мен қазір Назарбаев университетінде оқып жатырмын. 4-ші курсқа өттім. Компьютер сайенс мамандығы бойынша оқып жатырмын. Бұл біздің университеттегі IT саласындағы мамандық. Бұл жерде IT туралы жалпылама үйретеді, яғни өз сала ретінде үйретеді. Бір белгілі бір специфик нәрсе жоқ. Сондықтан бұл да бір жағынан жақсы деп ойлаймын. Оның алдында өзім негізі Ақтау қаласының тұрғынымын. Сол жерде мектепті сол жерден бітірдім. Білім инновация лицейін сол жерден бітірдім. Кейін Назарбаев университетіне жаңағы айтқан компьютер сайенс мамандығына түстім. Неге Назарбаев университетін таңдадым? Өйткені бұл жерде IT мамандығы өте жақсы үйретіледі, және сондай студенттердің арасында сондай бір атмосфера бар, культура бар, сондай IT саласының мәдениеті бар. Сіз ол жерде стажировкалар өте қатты кең таралған, дамыған, студенттерден стажировка туралы біле аласыз. Мысалы, биыл ғана біздің университеттен 20-30-дан аса студент сондай шетелдік компанияларға стажировкаларға өтті. Бұл өте жоғары көрсеткіш деп ойлаймын. Өз университетім маған өте қатты ұнайды. Бізге жасалған жағдайлар да өте жақсы. Кейінгі жоспарларым, қазір енді өзімнің мамандығым бойынша әр жерде стажировкалар өтіп, дамуға, оқуға тырысып жатырмын. Ал осы оқу бітіргесін нақты бір жоспар жоқ. Яғни кейбір жоспарлар бар. Осы жерге қайтып келу, немесе магистратураға түсу, немесе Қазақстанда қалып, бір кішігірім өзіміздің нәрсемізді жасап көру деген сияқты, Америкаға барып көру. Бірақ белгілі бір осыған барам деген жоспарлар жоқ. Ең басты нәрсе бұл осы мамандығымды көріп, ары қаратай дамып, болашақта бір жақсы бір нәрсе шығару. Назарбаев университетінің басқа университеттерден ерекшелігі бұл жағдайында деп ойлаймын. Енді бұл құпия емес, Назарбаев университетіне бюджет көбірек бөлінеді. Бұл жерде жағдай өте жақсы салған, шетелдік профессорлар сабақ береді. Сол жағынан өте жақсы. Яғни сізге деген, оқуға деген барлық жағдай жасалған. Сізге тек қана сол жерде отырып оқу керек. Профессорлар да жақсы. Ал Қазақстандағы басқа университеттерде кейбір кадр жөнінен, профессор жөнінен тапшылық болады. Немесе отыратын ғимараттары, университеттер, кампустары шамалылау болады. Бірақ болашақта басқа университеттерде дамып, барлығы бірдей болады деп ойлаймын. Соған сенемін. Мен өзім Қазақстанда жүргенде 2-ші курста бір стартапта, Астана хабта, яғни Астанада орналасқан Smart Заправка деген стартапта жұмыс жасағам. Бұл, яғни үлкен компанияларға қарағанда мүлдем басқаша. Стартап деген бұл жаңа ғана көтеріліп келе жатқан компания. Олардың енді ғана бюджеттері енді ғана пайда болған, капиталдары әлі жаңадан басталып келе жатқан потенциалдары жоғары компаниялар. Бұл компания өте керемет, адамдары өте керемет. Сондықтан өте жақсы бір сондай тәжірибе алдым. Маған өте ұнады. Бірақ үлкен компаниямен салыстырғанда, үлкен компанияда барлық нәрсе орныққан, адамдары көп, өзінің ақшасы көп, өздеріне кез келген нәрсені сатып ала алады, кез келген жағдай жасап бере алады. Ал стартапта бұндай емес.
яғни барлығы енді қана басталып жатыр. Көп деген жұмыс жасау керек, код жазу керек, көп фичерлар шығару керек. Сондықтан бұл жерде кішкене бір сондай pressure болады, үлкен компанияға қарағанда хаос болады. Бірақ толықтай айтқан кезде маған өте ұнады. Стартапта да өзіңіздің тәжірибеңізді көру керек деп ойлаймын. Бұл сюжеттің соңында мен ең алдымен осы қаладан таныстарыма сәлем жолдағым келеді. Бұл жерге келуім, осындай жетістіктерге жетуім, бұл менің жақындарымның, отбасымның, барлық маған көмектескен достарымның, мұғалімдердің, маған қатысы бар адамдардың арқасы деп ойлаймын. Яғни ең алдымен бұл отбасымның маған бөлген уақыты, көңілі, білімі, қаражаты, соның арқасында осындай көмек көрсеткен, олардың маған көрсеткен көмегі үлесі зор. Кейін өзімнің мұғалімдерім, достарым, барлығында үлесі бар. Тіпті біздің университетте, мектепте, сол жерде жүрген еден жуатын апайларында барлығында өзінің үлесі бар. Солардың барлығына соңында рахмет айтқым келеді.